біз сіздерге өрт қауіпсіздік туралы әңгімелесеміз. Өрт деген ол не? Огонь. Огонь. Да? Оны қазақша айтқанда тілсіз жау дейді. Өртте тіл жоқ қой, бірақ ол адамға жау. Білесіңдер ғой, иә? Сондықтан ең бірінші сендер өрт кезіндегі қауіпсіздікті білу керексіңдер. Ең біріншіден біз мектептің ғимаратындамыз көреміз, иә? Егер де дабыл соғылып, өрт қауіпсіздігі деген дабыл соғылса, жүгірмей, айғайламай, шуламай, түгеліміз бірге тұрамыз, қолымыздан бір-бірімізді ұстаймыз, асықпай, тәрбиешімен бірге сыртқа шығамыз. Сыртқа шыққанда ғимараттан ары қарай тұру керек. Білесіңдер, иә? Соны біліңдер. Енді өрт неден пайда болады? Жоқ, от неден пайда болады? Енді мұқият тыңдаңдар. Ең бірінші балаларға мүлдем сіреңкемен ойнауға болмайды. Неге десеңдер, от сіреңкеден пайда болады. Міне, қараңдар, көрдіңдер ме? Кішкентай балаларға сіреңкемен ойнауға болмайды. Неге десеңдер, байқаусыздан сіреңкені жаққанда бір қағазға не болса матаның шетіне тиіп кетсе, өрт пайда болуы мүмкін. Сондықтан естеріңде болсын, сіреңкемен ешқашан да ойнамаңдар. Келістік па? Никогда не играйте со спичками. Детям категорически запрещено приближаться к спичкам. Потому что нечаянно подожгете, огонь вспыхнет, вы испугаетесь и убежите. А начнется пожар. Спичками не играйте, хорошо? Теперь, бізде Қазақстан Республикасында төтенше жағдай министрлігі бар. Соның ішіне өрт сөндірушілер кіреді. Міне, өрт сөндірушілер, олар өртке қарсы өрт сөндіретін адамдар. Естеріңде болсын, өрт жерде өрт пайда болса, 101 нөміріне звондау керек, хабарласу керек. Не болмаса 112. Кішкентай болсаңдар да телефонға 101 деп басасыңдар, өздері жауап береді, сонда хабарлайсыңдар. Өрт пайда болды, өрт шықты деп. Оқыңдар, иә? Енді негізі өрт пайда болғанда, өрт шыққанда, от шыққанда, ешқашан, егерде мысалы электр сымдар өртене бастаса, су шашуға болмайды. Неге десеңдер, су ол ток өткізеді. Электр сымдар жана бастағанда су шашқанда, су арқылы ток сендірді соған. Ол да естеріңде болсын. Енді өртшілер қолданатын құралдар. Мынаны қалай дейміз? Огнетушитель. Огнетушитель. Он предназначен для чего? Для тушения огня, да? Для тушения пожара. Этот огнетушитель у нас порошковый. Мынаның ішінде су емес, бұның ішінде порошок. Өрт пайда болғанда, ең бірінші, мына жерде сақтандырғыш кольцосы бар. Сақтандырғыш кольцосын жуу керек. Содан кейін, мына ручка. Басындағы растутқа басында, ручканы басасыңдар да, от шыққан жерге не істейсіңдер? Шашасыңдар, иә? Сонда от сөнеді. Направляете в сторону огня, нажимаете ручку, отсюда вылетает что? Порошок. Порошок начинает тушить огонь. Понятно, да? Ни в коем случае никогда не играйте со спичкой. Всегда. Вот не надо огонь делать. Вот будешь огонь делать, не дай бог, где-то подожгешь что-то, будет пожар.